Бүйрек ауруының сіз білмейтін 10 белгісі. Менің керек арнама тіркеліп, қолдап кетіңіздер. Бүйрек ауруын бел ауруымен шатастырып алудан сақ болыңыз. Бүйрек ағзадағы негізгі фильтр. Несеп арқылы тағамның қалдығын, дәрі мен тұзды сыртқа шығарады. Егер бүйректе кінәрат болса, онда қызметін атқара алмай, денсаулығыңызға кері әсерін тигізеді. Ал бүйректің саулығы жақсы болса, онда 1 минуттың ішінде 200 мг қанды фильтрден өткізуге қабілетті келеді. Кейбіріміз бүйрек ауруын бел ауруымен шатастырып, уқалап, массаж жасап, немесе қыздыратын маз жағып, өз бетімізше емдеуге әрекет етеміз. Алайда ауыратын нүктені нақты анықтап алып, ем жасамасаңыз соңы дертке ұласуы ықтимал. Сонымен бүйрек ауруларының белгілері қандай болады? Бүйрек ақуыздың алмасуын реттейді, гормонды синтездейді, қан қысымын қалыпты ұстайды, кальций элементі мен Д дәруменінің ағзаға сіңуін қамтамасыз етеді. Бүйрек ауруына нашар экология, лас ауа, ауыз су, тағаммен бірге түсетін улы заттар, дәріні шамадан артық қабылдау, жағымсыз әдеттер, дұрыс тамақтанбау. Өздеріңізге мәлім, бүйрек бірден ауырмайды, ол бірте-бірте сыр бере бастайды. Бүйрек ауруын мына белгілер арқылы байқауға болады. Зәрдің көбіктенуі. Кіші дәретке шыққанда несептің көбіктенгенін байқасаңыз, мұқият зер болыңыз, зер салыңыз. Бұл жағдайда әр дәретке барған сайын қайталанса, дереу дәрігердің кеңесін алыңыз. Зәрдің көбіктенуі құрамындағы ақуыздың көбейгенін білдіреді. Оны анықтау үшін несепке талдау жасалынады. Негізінде ақуыз бүйректің дұрыс жұмыс істемей жатқанын білдіреді. Қабыну кезінде қан фильтрден дұрыс өтпейді. Салдарынан зақым аласыз, немесе бүйрек артерияларының қан айналым жүйесінде өзгерістер болады. Зәр түсінің өзгеруі. Несептің көлемі мен түсі де бүйрек жайлы маңызды ақпаратты бере алады. Жалпы дені сау адамның зәрі ашық сары болу керек. Егер бүйректе қандай да бір кінәрат болса, онда несептің түсі қызғылт немесе ашық қызыл түсті көрсетсе, әрі жағымсыз иіс сезілсе, онда бұл дабыл қағатын белгі болып табылады. Десе де несептің түсі тұтынған тамағыңызға қарай өзгеріп тұрады. Егер қызылша қымыздық жесеңіз, немесе В тобындағы дәрумен қабылдасаңыз, ол несептің түсін айтарлықтай өзгертеді. Зәр түсі тұнық болмаса, бүйректің қабынуын зәрдің лайлануынан және арасындағы қабыршықтардан білуге болады. Зер салып байқасаңыз, несепте ақ сары түйіршіктер көрінеді. Бұл тас байланудың алғашқы белгілері. Ал егер ешқандай түйіршіктер болмай, тек лайланса, онда ағзада тұздың көбейгенін білдіреді. Ауырлық сезінсеңіз, бірден қабырғаның асты ауырса, омыртқаның сол жақ және оң жағынан қандай да бір толқынды сезінсеңіз, құрсақ қуысы шаншыса, онда бүйректің сыр бергені деп қарау керек. Бұл белгілер кезінде жүрек айнып, лоқсу пайда болады. Кей жағдайда құсқыңыз келеді. Бүйрек қабынған кезде ісініп, көлемі еселенеді. Әлсіздік биледі, үнемі шаршауды сезінесіз, әрі жүзіңіз солғын тартады. Ішіңіз ауырып, құсқыңыз келсе, егер тамақтану режимін өзгертпесеңіз, бұл белгілер орын алады. Онда бүйрегіңіз ауырса, бастағанын білдіреді. Балғын, құнарлы, нәрлі тағамдар тұтынсаңыз, құсқыңыз келіп, ішіңіз кеуіп, кіндіктің айналасы ауырса, бүйректі тексертуге тура келеді. Қан қысымы көтерілсе, ағзадағы натрий мен судың шығуы қан қысымының өзгеруіне себеп болады. Сондықтан да бүйрек ауырған кезде қан қысымы бірден көтеріліп, дәрінің көмегінсіз қалпына келмейді. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Керекті ақпараттар көптеп салып отырамын. Рахмет.